Сәлем, мен Алтынай Әзірбай, сіздің интерьер дизайнеріңіз. Осы жолы алдындағы сұрақтардың көптігіне байланысты үй алар алдындағы критерийлерге тоқталатын боламын. Бірінші критерий ол әрине бюджет. Ол сіздің енді алатын үйіңізге байланысты. Жалпы үйдің өзі 3 түрлі классқа бөлінеді. Бірінші эконом класс, екіншісі комфорт класс және элит классты. Ол өзінің атына қарай енді бюджетіңізді бөле жатасыз. Екінші критерий ол мақсат. Мысалы, ол үйдің тұрған жері, тұрғылықты жер. Сіздің жұмыс орныңызға жақын ба, әлде балалардың мектебіне жақын болады ма? Және ол үйдің орналасқан жері жолдың бойына, остановкаға мысалы жақын ба, соның бәрін алдын ала ойластырған жақсы. Үйдің технологиясына келетін болсақ, фасады домның мысалы, қызыл кирпич болса, іші монолит болса, бетоннан құйылған болса, полный потолок, ол енді өте керемет болады. Ол көбіне элит классты домдарды солай салады. Осы класс жоғары болған сайын сіздің үйіңіздің сапасы жоғары болады. Неде оның монолиттен құйылса, төбеден бөлек ригельдер түсіп, потологыңызды екіге бөліп тұрмайды. Кез келген планировка жасай алады. Классқа бөлінді дегенмен, оның сапасына аса мән беру керек. Ол салынып жатырған құрылысшысына да мән берген жақсы. Көтеріліп тұрған дом деп келіспеуіңіз мүмкін. Ол сіз квартираның ішіне кірген кезде де қаланғанынан, құйылған полынан, салынған терезелерінен сапасы білініп тұрады. Және тағы бір лайфхак айта кетейін. Үйдің вентиляциясын тексергіңіз келсе, дұрыс жасап тұрма. Сіз қолыңызда зажигалка болса, зажигалканы алып, вентиляцияның бойына зажигалканы жағып көрсеңіз болады. Сол жерде ол отты өзіне қарай сорып тұрса, значит, бұл үйдің вентиляциясы өте жақсы жасайды деген сөз. Үйде вентиляция айналып тұрады деген сөз. Және тағы бір критерий ол үйдің биіктігі. Ол көбіне эконом класстардың үйлері биік болмайды. Үйдің потологы биік болған сайын ол әдемі көрінеді. Тағы келесі критерий ол планировкасы. Жалпы үйдің планировкасына бөлек тоқталған жөн. Мысалы, мына жерде үлкен квадраты үлкен үйді алайық. Ол жерде квадраты үлкен болғанмен, оның терезесінің саны өте аз. Үлкен квадрат үйдің тек қана 3 терезесі болса, сіз қалағаныңызша бөле алмайсыңыз. Қараңғы және жасанды жарықтандыру бөлмелері көп болады. Бәрібір сіз онда жасанды жарықтандыру бөлмеде ұйықтай алмайсыңыз. Сол себепті квартираның аларда оның квадратына аса мән бергеннен көрі, оның терезесінің санына мән беру керек. Және терезесінің үлкендігіне, терезе қанша үлкен болғанмен үйіңізді кең қылып көрсетеді, және оның жарық түсуіне аса мән беру керек. Күннің көзі қалай түседі, қай жақтан түседі. Сіз планировкаға қарап көріңіз. Қоянның үңгірінде ұп-ұзын болып кетіп тұр, және бұндай үйлерді де бөлу ыңғайсыз болып келеді. Күннің көзі түсуіне аса мән беріңіз. Мысалы, ол көбіне шығыс жақта қарап тұрма терезеңіз. Негізі терезе жан жақта болған өте жақсы. Кейбір нелер болады, жайттар болады. Мысалы, осындай планировкада, сосын ол барлық терезесі батысқа қарап тұрады. Сіздің ол үйге мүлдем күн түспейтін болады. Сондай квартираларда бірінші үйді аларда сол жағында қарағаныңыз дұрыс болады. Осы келесі планировкаға тоқталсақ, біреуі мысалы торт пішінді болып келген, кесілген, екіншісі дөңгеленіп келген. Оларды сіздер ерекше болғанымен, ондай планировканы жөндеу жүргізген кезде өте қиын болады. Ровностін шығара алмайсыңыз, және де сіздің жиһаздарыңыздың орналасуы қиын болады. Мысалы, диванды бір бұрышқа қоя алмайсыңыз, диванның орналасуы, және жиһаздардың 90 градусты қабырға болмағасын, бұндай планировкалар жөндеу кезінде өте қиындық туғызады. Тағы бір тоқталатын критерий ол үйдің сантехникасы. Сантехникалық трубалар тек қана бір жерден келіп тұрғаны жақсы емес. Көбіне қазір көп планировканы байқасам, бір жерден ғана трубалар келіп тұрады. Кухняға да сол жерден тартасын, мысалы санузелге де сол жерге тартасын. Тағы бір-екі жерден болса, ол сіздің планировкаңызды басқаша қылып өзгертуге мүмкіндік береді. Және үйдің планировкасын бөлер алдында құбыла қай жерге қарағанына да аса мән беру керек. Соны ұмытпаңыз. Үй аларда осы критерийлерге аса мән беріп қарап, ойланып алсаңыз, ешқашан өкінбейтін боласыңыз. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қозғайтын тақырыптар болса, комментарияға жаза кетіңіз. Мен солар туралы ақпарат айтатын боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.